О, досым, ассалаумағалейкум. Қалайсың? Қалай, Ау, даусым өзгеріп ма? Ақша не істетпейді? Курс ұстадың ғой? Тендерді жеңіп алдым ғой мен? Сол кешегі тендерді мен ұтып алдым. Енді өмірді сүреміз. Мен ба? Мен күртті ресторанда отырмын. Жүрейікші, байлар қысып, жүрейікші. Қалай отқан, естің келе ма? Так, официант. Не қалайсыз? Мына отырғандардың бәріне менің атымнан за мой счет арақ, коньяк, пиво, виски, сиски бәрін таратшы. Кешіріңіз, бұл жерде ішімдік сатылмайды. Бұл жерде тек қана ұлттық сусындар сатылады. Онда бар ғой? Қымыз, қымыран, шұбат, көже, мөже, там жал, жаяқ, қазы, қарта, ет менің атымнан қуырдақ бәрін таратшы. Кешіріңіз аға, сіз ресторанды жауып тастап бір өзіңіз демалып отырсыз ғой? Біліп отырмын, әдей досым естісін деп отырмын. Білем ғой? Естің ба досым? Давай, тартылсайын. Бақаға звондайшы. Бақа! Естіп қойдың ба? Жекті бізде байлар жыл. Бұлатап өтеді. Шашып. Кетсей ресторанға. Отырып сендер. Жанамайды. Нама қалса қалеке. Болар елдің ұлдары бірін-бірін батыр дейді. Болмайтын елдің ұлдары бірін-бірін қатын дейді дегенше. Сол керек емес сол. Ол өткен заманы қатын деп. Неге? Не керегі бар? Мысалы, болар елдің ұлдары бірін-бірін батыр дейді. Болмайтын елдің балдары бірін-бірі әпке дейді, апай дейді. Құдаша дейді. Десең болады ғой мысалы. Жоқ, мына мақалшы, қалеке, міне 30 ұлың болғанша осырақ шалым болсын дегенше. Сол адам жиркендір. Қанша адам сен неден көріп отыр Инстаграмнан. Ұялмайсың ба? Осырақ деп осыртып оны. Исін фу, вообще жиркендіріп адамды. Енді қалай айтады оны? 30 ұлым болғанша музыкант шалым болсын десін. Музыкант қолдады. Нота шығарады ғой. Неше түрлі? Қалеке, мына мысалы менің Нұрекең жан досым. Ал досыңды көрсет, сенің кім екеніңді айтады дейді. Ал айтыңызшы менің кім екенін? Сен чортсың сен. Сен мынаған сеніп жүрсің ба? Иә? $1000 бес сені сатып кетеді қазір. Қалай сатып? Ондай мақал жоқ қазір. Болды. Қазір ол мақал өзгерген. Қалай? Жарыңды көрсет, сенің кім екеніңді айтамын дейді. Қазір әйеліне қарап бағалайды еркектер. Сондықтан. Ана 100 досың болғанша 100 нең болды. Сен сондай болдың ба? Тоқта. Айтпақшы 8 наурыздан қалай? Аман есен өттіңдер ма? Шүкір. Айқай шусыз қырылып қамай. Иә. Кімге не сыйладыңдар? Мен ақсақал комплекті алтын сыйладым, бриллиантовый көзі бар. Кімге? Келініңізге? Сен ше? Ақсақал, келдіңізге 101 гүл апарып бердім. Аналарыңа не сыйладыңдар? Мамашкелерді құттықтатып қой телефонмен. Жетісіп қапсың. Қатыныңның саусағының размерін білесің, аяғының размерін білесің, иығының размерін білесің. Қанша қатынның телефоны қанша? Номері ма? 702-254-1704 қой. Анаңның телефонын айтшы. Ана... Ал. Телефонда жазылып тұр. Сен ше? Енді мамашка деп тұр ғой телефонда. Сорлы. Ертең осына балаларын қайталайды. Ана қатындарың жылап отырады ертең. Бәлем өзінің қатын құттықтап кетті деп. Сенен көрген істейді бала. Сен анаңды құрметтесең, сенің балаң өз анасы, сенің әйеліңді, жұбайыңды құрметтейді. Өстіп құрметтеген бір-біріне болу керек. Өз-өзің ырза болмай, мәз бол. Сорлы. Енді барып қайтпайсың ба? Анаңды құттықтап келмейсің ба? Енді 8 март өтіп кетті ғой. Ештен кеш жақсы дейді. Анаң қуанып қалады ғой. Жұмыстан шыға алмай қалдым. Анашым, міне бүгінде барып көңілін аулап қайтпайсың ба? Сондай ма? Онда барып бір кондитерскийден жақсылап торт алып барып қайтайын, Сорлы. Керек ет сенің тортың. Ақсақал, онда мен де бір орамалды алып барып қайтайын онда. Сүмелек, орамалың керек ет сенің. Барып бір көңіл, өзіңді көрсе риза ғой бейшара анаң. Сорлы, адам болмайды бұлар, адам болмайды. Міне жаным, мен сені осылай сүйемін. Қош! Мен бар ғой, мен сені сүйетім соншалықты, мен үйге кіре беріс бар. Біздің үйді білесің ғой сен? Иә. Особняк қой біздің үй.
соған кіре берісте оң жақ сол жақ дуал, кіріп бара жатқанда потолок, зал, холл, спальнялардың бәріне, мынау кухня, өзімнің спальняме бәр жерге жазып тастағам. Керек десең бар ғой, жазатын жер таппай, сенің атыңды туалетный бумагаларға дейін жазып тастағам ғой мен. Жантик, сенше үйіңе менің атымды жаза бергенше, сол үйіңді менің атыма жаза салшы. Қай? Официант? Иә, тыңдап тұрмын. Бізге шот алып беріңізші. Тұрайық, көп отырып қалдық. Әлі ештеңе жеген жоқпыз ғой? Басқа жерге барып жейміз. Жарайды. Қазақтың салт дәстүрін ұмыта бастадыңдар. Қазақта небір әдемі атаулар бар. Мысалы сен анау келінді біреуге таныстырғанда кім деп айтасың? Әйелім деп айтам ғой. О, сорлы. Әйелім. Қайдағы әйелің? Әйелдің орысшасын айтшы. Женщина. Ал. Менің әйелім дедің. Это моя женщина дедің қазір сен. Дұрыс қой? Несі дұрыс? Это моя женщинаның мағынасын білесің ба? Әйелім деген сөз ғой. Атаң басы. Мынау бір күндік қасында жүрген. Мына әйел заты. Мына әйелді бір күнге жалдап алдым деген сөз. Орыстардың өзі моя жена, моя супруга деп сөйлейді. Сендер ғой әйелім деп. Бүкіл әйел затын айтылады әйел деп. Бер қара, жұбайым, жан-жарым, балаларымның анасы, құндызым, жұлдызым деп айтпайсың ба? Ханшайым мынау менің жанымдағы ханшайым деп, құдай қосқан қосағым деп, неге айтпайсың? Абырой көтеріп сөйлесең, біресе түсіп қала ма? Сол үшін 5 бала таппай белгілі қатын болмайсың дейді. 5 баладан кейін хатун деп қой. Сұлтан Сүлейманды көрмейсің ба? Пәленше хатун, төленше хатун деп. Көрдің ба? Абыройды асқақтатып сөйлеу керек. Еліміз со кезде өсет біздің. Міне. Сен мысалы сен. Сені келін кім деп айтады мысалы? Мынау жанында тұрған күйеуім дейді ғой. О, сорлы. Күйеу. Күйеудің не екенін білесің ба? Күйе деген сөзден шыққан. Қойзай. Бер қара. Баяғыда жігіттер үйленіп, алғаш рет қайын жұртына есік ашып барғанда. Сонда қайнынелері, балдыздары алдынан жүгіріп шығады екен, қазанның түбінен күйені алып. Сөйтеді, жездем келді деп, сағынған болып, құшақтаған болып, бет аузы жағып тастайды екен. Сөйтіп күйе қайын жұртына кіріп барады екен. Күйелеш болып. Сонда қайын жұрттың үлкендері, астапыралла, мынау қай күйе бала? Күйе бала деген сөз ғой. Содан күйе бала деген сөз шықты. Бұл мазақ сөз. Мазақы. Мысалы, сенің үйде келін былай деп атау керек. Бұл біздің үйдің отағасы. Бұл менің әміршім. Бұл менің жағы қожайыным. Ойды айтты. Сосын, ең болмаса, байым десінші. Қандай сөз мұны? Бай деген сөз, миллионер деген сөз. Мынау менің миллионерім десе, байы бересің ғой, байы бересің. Сондықтан, қазақтың баяғы атауларын есімден қайтадан қалпына келтіру керек. Сол кезде біз өсіп өнеміз. Ал, қатындарың мен байларың құтты болсын. Официант! О, жаным, сен аңсап келдім ғой мен. Не болсам? Қалай сағынғанымды білсең ғой сені. Жан-жақтағы адамдардан ұят болады. Вақтыда жүрген кезде түсіме кірдің ғой сен мені. Қойшы. Сүйем ғой сені. Жеп қойсам ғой сені. Қойсай болды ғой. Жегім кеп отыр сені. Сені ше, вақтыда жүргенде достарым айттым ғой. Сенбейді ғой. Нең бар айтып? Қай жеріңнен бастап жесем екен? Шыдаса енді үйге барғанша. Жаным, шынымен осының бәрін маған айтып отырсың ба? Жоқ ей, шашлыкты айтып отырмын. Қалдыршы, бізде жікті?
десей? Міне соны білу керек. Мысалы, сен әйелді неге теңейсің? Мен бір жеміс ағашына теңеймін ғой. Шынар ағашына теңеймін. Бәрекелді, жақсы екен. Сен неге теңейсің? Мен балға, мётқа теңеймін. Тәтті ғой. Негізі Қалигер, сіз көпті көргенсіз, көпті неғылғансыз ғой енді, көпшілікті неғылып. Неғылған? Көпшілікпен араласқансыз сөйтіп ғой айтсам, мұны не ойлайтын оғасын? Сіз айтыңызшы, әйелді неге теңейсіз осы? Мен ба? Мен әйелді ең қымбат қонақ үйлер болады ғой. Соның ішінде ең қымбат бір адамдық нөмірлер болады ғой. Бір супер люкс. Ішіне кірсең рахаттанып демалатын. Мен әйел затын соған теңеймін. Рас па? Үйге кіргенде демаламыз ғой мысалы. Иә, дұрыс. Рахаттанасың ғой? Ал еркекті мысалы вагондағы 4 адамдық купеге теңеймін да. Қалай ол? Иә. Не үшін? 4 адам сият деген сөз да купесіне. Түсіндің ме? Қалай да енді? 4 адамға комфорт береді. Қалек.